Саламатсыздар ма? Бүгін біз фотосуреттердің көлеңкесін жасайтын боламыз. Яғни көрнекілікте қолданылатын көлеңкесін тап деген ойын жасаймыз. Мінекей, создать батырмасын басамыз. Photoshop арқылы жасайық бірінші варианты. Мінекей, A4-ті таңдаймыз, печаттың ішіне кіріп A4-ті таңдасаңыздар болады. Создать батырмасын басамыз. Енді көлеңкесін табу керек фотоны алдын ала дайындап қоямыз. Мінекей, қасқырды ала салайын. Shift батырмасын басып тұрып үлкейтеміз. Галочканы басамыз. Мінекей, PNG форматта, артқа фоны жоқ. Енді осы фотосуретті басып тұрамыз. Shift пен Alt батырмасын бірге басамыз. Сөйтіп осы объектін копировать етіп, копиясын қоямыз. Мінекей. Екінші қасқырды басып, оң жақ бөліктен копиясын 2 рет шертеміз. Болмаса мышканың оң жағын бассаңыздар болады. Сөйтіп, мінекей осында кірді. Осы жерден наложение цвета деген басасыздар. И қара түсті, болмаса басқа түсті осы жерден таңдай саласыздар. Окей, батырмасын басасыздар, болды. Осы объектінің көлеңкесін жасап алсаңыздар болады. Болмаса мына жерден стилі деген жерден окно арқылы шығарып алсаңыздар болады. Стилі дегенді басқа стильдерін былай көлеңкесін басқа түрде жасауға да болады. Мінекей, сақтайтын кезде файл сохранить как деп PNG форматта, болмаса JPEG форматында рабочий столға сақтап аласыздар. Качествосын большой файл деп сақтайсыздар. Мінекей, дайын болды. Назарларыңызға рахмет. Енді екінші варианты ол PowerPoint презентация арқылы жасау. Мынандай қара көлеңкесін жасаймыз. Ол үшін қойған суретіміздің копиясын қоямыз. Копиясын қойғаннан кейін мышканың оң жағын басып, формат рисунка дегенге кіреміз. Сөйтіп, мұнда 4-ші раздел рисункты басамыз. Сөйтіп, мына жақта яркость деп тұр. Яркостьті азайтамыз. Мінекей, сол азайтқаннан осындай қараңғы, қара түсті көлеңкесін бірден аласыздар. Болмаса, мұнда сұр түсінде алуға болады. Осылай көлеңкесін табу ойынына қара түсті көлеңкелерді қойсаңыздар болады. Мінекей, назарларыңызға рахмет.